Ассалаумағалейкум оқырмандарым, қалдарыңыз қалай? Бүгін назарларыңызға етті салмалы бәліш рецебін ұсынбақшымын. Қамыры да дәмі де керемет болып шығады. Бізге қажет заттар: қамырына ұн, маргарин майы, жылы сүт, жылы су, ашытқы және жұмыртқа қажет. Салмасы бізде фарш, картоп, пияз, тұз және дәмдеуіштер. Алдымен шұңғыл ыдысқа сүт пен суды құйып, ашытқыны қосып араластырып, кейін жұмыртқа мен ерітілген маргарин майын қосамыз. Массамыз біркелкі болатындай етіп, толықтай барлығын бірге араластырамыз. Біртіндеп ұнымызды қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымызды илегеннен кейін бетін жауып 30-40 минутқа тынықтырып ашытамыз. Қамырымыз ашығанша салмасын дайындауға кірісеміз. Пияз бен картопты майда ұсақ шаршы пішінде турап шығамыз. Картоп пен пиязды да фаршқа қосып, татымына қарай тұз, бұрыш және дәмдеуіштер, сұйық май қосамыз. Осымен салмамыз дайын. Қамырымызды алып, екі бөлікке бөлеміз. Бір бөлігі үлкендеу, екіншісі кішірек етіп бөлу қажет. Алдымен үлкен бөлігін жайып аламыз. Пергамент төсеп, формамызға келтіреміз. Қамырымыз формамыздың шетіне шығып тұратындай етіп саламыз. Салмамызды салып, біркелкі етіп жаймалап шығамыз. Қамырымыздың екінші кішірек бөлігінде жайып, салмамыздың бетін жабамыз. Шеттерін бір-біріне келтіріп, қолмен шымшып шығамыз. Видеода көрсетілгендей ортасынан ауа шығатындай етіп кесеміз. Бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, қалауыңызша күнжіт сепсеңіз болады. Етті бәлішімізді 180 градуста қызып тұрған пешімізге салып 25-30 минут шамасында сарғайтып пісіріп аламыз. Қамыры сондай жұмсақ және салмасы да толықтай піседі. Дәмі керемет дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, отбасыларыңызды қуантыңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.